адамның өзінің бойына біткен ерекше таланты болады. Соның бірі өнер. Олай болса, бүгінгі қонағымыз Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандырылған мектеп-интернатының 5-ші сынып оқушысы, қалалық балалар шығармашылық мектебінің Нұрәуен домбыра үйірмесінің мүшесі Есен Сұлтанбек бізде қонақта. Әсемпаз болма әрмеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Абай атамыз айтқандай, біздің жасөспірімдер арасында талантты жеткіншектер бар. Ел ертеңі бүгіннен басталатын терең түсінген дана халқымыз ежелден бала өмір жалғасы деп біліп, бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Соның бірі Есен Сұлтанбек. Ол 5 жасынан өнерге деген қызығушылығын көрсетіп келеді. Келешекте өнерде жұлдызы жарық болады деген сенімдеміз. Есен Сұлтанбек болашақ өнер иесі. Кішкентай кезінен домбыраға әуестігі оянып, домбыра үйрене бастады. Бүгінде Нұрәуен ансамблінің бір мүшесі. Бірнеше республикалық, облыстық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Сонымен қатар Есен Сұлтанбек қалалық және мектептерде ұйымдастырылған іс-шараларға қатысып өз өнерін көрсетіп келеді. Сондай ұйымдастырылған іс-шаралардың бірі Алтын домбыра байқауынан 1-ші дәрежелі дипломға ие болды. Біз Есен Сұлтанбекке өнерде қанатың талмасын дейміз. Қош келдіңіз. Сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Алғашқы сұрағымызда сіздің домбыраға деген қызығушылығыңыз неден басталды? Үйде ата-анаңыз өмірге өнер ойнауына жақын ба деп бастағымыз келеді. Сәлеметсіз бе? Мен өте ризамын. Сіз өйткені мені шақырдыңыз. Осылайша қазір интервью аласыз. Мен осыған байланысты менің анам жас болғанда ол әнді айтып, барлық конкурсқа қатысып, әнші балапан болды. Әнші балапан конкурсына қатысқан, иә? Сосын анамның нағашы атасы, ол мен сияқты домбыра тартқан, және де ол өте әдемі домбыра тартқан. Осындайша маған осындай әдемі қасиет болып дарылған. Мен оны осы қасиетті жақсы нағашы жағынан сенің бойына тараған болып тұр ғой, иә? Және де осындай қасиетті мен барлық көп адамдарына көрсетуім тиіспін. Домбыра үйірмесіне қалай келдіңіз? 1-ші сыныптан, анам 15-ші мектептен қыркүйектің айында менде домбыра ашылды үйірмесі. Менің көбін және де сыныптастар көбісін осыған домбырасына барған. Маған өте қызықты болды. Сондайша оның үйге келгенде анам атамнан рұқсат сұрады. Оған айтып көрейік. Менің апарып келесі күнде мен оған қазіргі бүгінгі күнге дейін барып жүрмін. Маған өте домбыра ұнайды, және де мен көбін күйін үйренетін келер бар еді. Жақсы. Қандай байқауларға қатыстыңыз? Қандай жетістіктеріңіз бар? Мен осы жетістіктеріме 4 жыл мен осындай 2 грамота және де осындай керемет. Мен осының сосын айтам. Мен ең біріншісі, мен 4 жыл бұрын осыған домбыраға барып, маған грамота тарылған осы. Және де сосын маған мен көп осы мектепте 15-ші көп концертке қатыстым, сахнаға шықтым, әр күйлерді ойнадым, және де маған өте керемет болып ұнаған. Бүгінгі күнде менде өте көп бар, қазіргі өте көп грамотасы бар, бірақ осы ғана
Ең маған осы грамота ұнайды, мен осыны алып келдім. Маған осы Сонымен қоса алтын домбыраға менің осындай керемет бар. Алтын домбыраға қатысым бар. Жүлделі орындарың үшін алтын домбыра марапатына ие болдыңыз, керемет. Және де мен Вау теледидарда 2-ші сыныпта болдым. Осыған байланысты мен және де күйлер ойнадым. Әдемі барлығы болып, маған өте оған ұнады, және де мен оларға ризамын. Бәрекелді. Болашақта осы өнеріңді домбыра саласында жалғастырғыңыз келе ме? Әрине келеді. Мен осы барлық жерлерде, барлық қалада, Қазақстанға, Ресейде, Өзбекстанда, Түркменстанда ойнағысы келеді. Маған өте домбыра ойнауға ұнайды. Мен осы домбыра ешқашан басқа жеріне қалдырып алмаймын. Мен осы домбыра үйірмесіне жақсы көрем, маған өте жақсы барлығы ұнайды. Өз ықыласымен, өз ниетімен осы домбыраға қатысып жүрсіз бе? Иә, маған өте 2 жылға айтып жүрмін, мен 2-3 жыл анда бара берем. Әлде барасыз, жалғастырасыз домбыра үйірмесіне. Жақсы. Олай болса, қонақ кәде ретінде өнеріңізді көрсетсеңіз? Осы күй Құрманғазы күйі Балбырауын. Біздің кітапханамызға келген қонақтарымыз осы тілек кітаптеріне өздерінің лебіз тілектерін қалдырып жатыр. Сіздер осыған тілегіңізді қалдырып кетсеңіз. Бүгінгі қонағымыз Есен Сұлтанбектің өнері өрлей берсін, әлі де жетістіктері көп болсын. Өнер жолына сәт сапар тілейміз.